Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге 2022 жылы шыққан Аватар 2 Путь воды фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, бейне басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Бұл сіздер үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Бірінші фильмдегі оқиғалардан кейін 10,5 жыл өтті. Басты рөлдегі Джейк Салли Оматикая руының басшысы болды. Ол әйелі Нейтерімен бірге тұрады. Және олардың отбасы бар. Ұлдары Нетиян мен Лоак, ал қыздары Туктири мен Кири. Бірақ та Кири өгей қызы болатын. Оның шынайы анасы Аватар Грейс Огустин, ал оның әкесі әлі күнге дейін белгісіз. Сондай-ақ зұлым рөлде ойнайтын полковник Майлз Кворчтың ұлы Өрмекші есімді бала. Ол да Джейк Саллидің отбасымен бірге өмір сүреді. Алайда ол аватар емес, қарапайым адам. Кішкентайынан аватарлармен бірге араласып өскен. Аватарлар адамдардың барлығын жерге қайтарды, бірақ кейбіреулері өздерімен бірге қалды. Оның ішінде ғалымдар және аватарлардың достары және кішкентай өрмекші бала. Өрмекші Пандора планетасында дүниеге келді, бірақ та жасына байланысты өзінің әкесіне, яғни жерге бара алмайды. Жердегі RDA компаниясы аватарлардың ғаламшарын, яғни Пандораны жаулап алу операциясын бастап кетті. Осы орайда адамдар технологияны дамытып, көптеген үлкен роботтар ойлап шығарды. Жаңадан келгендердің арасында полковник Кваричтың аватары бар. Ол Нави ретінде клондалған. Адамдар рекомбинаттар технологиясын жақсы игерді, яғни адамның санасы мен жадын сақтау. Осылайша полковниктің естелігі мен оның Джейк Саллиден кек алу ниеті Кваричтың аватарына жүктелді. Қала әскерлерінің қолбасшысы генерал Армдор полковник пен оның теңіз жаяу әскерлер тобына көтерілісшілерді тоқтату міндетін қояды, яғни Джейк Саллиді тоқтату керек. Джейк Саллидің балалары орманда саяхаттап жүреді. Осы кезде Кворч пен оның командасы орманға қонды. Сонда балалар дұшпан аватарларды көріп, ата-анасына хабарлайды. Сонда Джейк балаларына орманнан тезірек кетіңдер деп бұйырды. Алайда Кворч өзінің командасы мен балаларды ұстап алды. Осы кезде полковник тұтқындардың Джейк Саллидің балалары екенін білді. Себебі олардың саусақтары 5, ал нағыз аватарларда 4 саусақ қана болады. Онымен қоса өрмекшінің өзінің туған баласы екенін білді. Дәл осы кезде Джейк пен Нетери полковниктің тобына қарсы шықты және біраз алысады. Ақырында өзінің отбасын босатты. Бірақ та Кворч өрмекшіні жер базасына алып кетті. Кворич ұлын өз жағына тарту үшін өрмекшімен жақынырақ танысуды шешті. Ал өрмекші өз кезегінде полковникке Нави мәдениетін үйретеді. Джейк түсінеді, ерте ме кеш пе өрмекші өздеріне полковникті ертіп келуі мүмкін. Сол үшін де Джейк отбасын аман сақтап қалу үшін өте қиын шешім қабылдайды. Олар мыңдаған аралдан өтіп Пандора мұхитының шығысына қарай бет алды. Бұл жерде теңіз аватарлары өмір сүреді. Бұл тайпаның тері түстері де бөлек. Онымен қоса құйрықтары, қолдары жуан келеді және ірі денелі. Яғни түсінген боларсыздар, осыған дейін біз көрген аватар орман аватарлары, ал бұлар теңіз аватарлары. Меткаин рифтерінің тайпасы оларға баспана берді. Дегенмен кейбір тайпалар Джейктің отбасыны жартылай қанды деп жек көрді. Жартылай қанды дегеніміз жартылай аватар, жартылай адам дегенді білдіреді. Отбасы риф тұрғындарының әдет-ғұрыптарын зерттейді. Олар қолға үйретілген теңіз жыртқыштарын да, атпен жүзуді де үйренді және су астында тыныс алу техникасын үйренеді. Паранормальды қабілеті бар қыз Кири теңізбен және оның тұрғындарымен рухани байланыс орнатады. Ал Лоак болса, тайпа көсемінің қызы Кириямен достасып кетті. Бір күні тайпа басшысының баласы достарымен бірге Кириді мазақ қыла бастады. Сонда қарындасын қорғап Нетиян мен Лоак екеуі келеді және жігіттерге енді қайтып қарындасыма тиісуші болмаңдар деп ескертті. Бір қарағанда барлығы тынышталған сияқты еді, бірақ та Лоак шамалы тентектеу, ол сөз көтере алмай, Аонунгпен және оның достарымен төбелесіп кетеді. Әрине бұл төбелеске үлкен ұлы Нетиян да қарап тұра алмайды. Бұны естіген Джейк балаларына ұрысып, Аонунгпен тезірек татулас деп бұйырады. Луак әкесінің талабы бойынша кешірім сұрауға келді. Осылайша Аонунг пен оның достары татуласады. Жігіттер оны қауіпті аң аулауға шақырады. Бұл саяхат Луакқа қатты ұнап жатыр. Бірақ та кейін Аонунг өзінің достарымен бірге Луакты алдап, үлкен мұхиттың ортасына тастап кетті. Сонда су асты құбыжығы балаға шабуыл жасайды. Бала қолынан келгенше қашуға тырысты. Алайда тығырыққа тірелген кезде үлкен кит оны құтқарып қалды. Луак китті Паякан деп атайды және оның жарасын емдейді. Осылайша екеуі достасып кетті. Луак қайтып келгенде тайпа басшысы өзінің баласын жазалайын деп жатыр. Ондағы себеп баласының Луакты мұхиттың ортасына жалғыз тастап кеткені. Алайда Луак Аонунгты қорғап, кінәні өзінің мойнына алды.
Осылайша Аонуктың сеніміне кірді. Осыдан кейін жігіт китпен достасқаны туралы айтты. Алайда достары Паяканның өздерінің арасында қуғын-сүргінге ұшыраған кит екенін айтады. Өйткені ол өзінің тайпасындағылардың өлуіне себепші болған. Осыдан кейін Лоак Паяканмен ойша байланысады және киттің өз түрінің әдет-ғұрыптарына қарсы шығып, анасын өлтірген кит аулаушыларға шабуыл жасағандықтан қуылғанын біледі. Киттің өз әдет-ғұрыптарына қарсы шықты дегеніміз, жалпы киттер адамдарға және аватарларға мүлдем шабуыл жасамайды. Ал Паякан болса, анасын өлтірген үшін шабуыл жасаған. Балалар Миткаинаның жан ағашына саяхат жасайды. Осы кезде Кири ойша өзінің анасымен байланысады. Ал байланыс кезінде анасынан менің әкем кім деп сұрағаны сол-ақ еді. Қыз қатты ұстамаға ұшырап есін жоғалтады. Осыдан кейін тайпа көсемінің әйелі Ролан қызды емдеп жазды. Осы уақыттарда Кворич өзінің командасымен бірге аватар құстарын басқаруды үйренді. Сонымен қатар полковник арал тұрғындарын азаптау арқылы Джейктің орналасқан жерін сұрайды. Бірақ та арал тұрғындары Джейктің қайда орналасқанын айтпайды. Сонда Кворич олардың барлығын өлтіруді бұйырды. Сонда өрмекшінің жаны ашып арал тұрғындарына тиіспе деп айқайлай бастады. Ал Кворич болса, баласының көңілі үшін арал тұрғындарына тиіспей, ондағы үйлердің барлығын өртеп жіберді. Кворич өрмекшіні өзімен бірге алып, кит аулайтындардың кемесін басқарады. Жердің тұрғындары қартаюға қарсы баға жетпес құрал жасау үшін киттердің миындағы сығындысын жинайды. Сонымен қатар аналық китті тауып, оның баласының көзінше өлтіріп тастайды. Осылай жасау арқылы кит аулаушылар Миткаин тайпасының ашуын туғызып, онымен қоса Джейкті азғырмақшы болды. Өліп қалған аналық кит тайпа көсемінің әйелі Роланның рухпен байланысқан әпкесі еді. Енді Миткаин тайпасы қатты ашулы, өздерінің кит бауырларын өлтірген үшін соғыс ашпақшы. Алайда Джейк оларға дәл осылай барып соғысатын болсақ, жеңіліп қаламыз. Одан да бұның артын күтейік деп тынышталдырады. Осыдан кейін Лоак Паяканға өліп кетуі мүмкін екенін ескерту үшін теңізге аттанды. Оның артынан бауырлары және Цирия мен Аонук келеді. Олар Паяканды кит аулаушылар қуып бара жатқанын көрді. Осылайша балалар китке көмектеседі және әкесіне өздерінің қандай жағдайда екенін баяндайды. Балаларға қауіп төнгенін білген соң, Джейк пен Нетери және тайпа басшысы өзінің тайпаластарының барлығын ертіп шабуылға шықты. Координатаны анықтайтын құрылғыны киттен суырып алған соң, үлкен ұлы Нетиян жауды адастыру үшін құрылғыны өзімен бірге алып кетеді. Ал қалғандары басқа бағытта жүзе берді. Алайда нәтижесінде полковник аудың көмегімен Лоакты, Цирия және Туктури үшеуін ұстап алды. Сонда өрмекші бауырларына көмектескісі келді, бірақ та оның қолынан ештеңе келмеді. Дәл осы кезде Джейк Миткаин тайпасымен бірге келген еді. Алайда полковник рация арқылы Джейкке шығып, балаларды аман көргің келсе, жалғыз өзің кел деп бопсалайды. Ешқандай амалы болмаған Джейк балалары үшін жалғыз өзі полковникке қарай бара жатыр. Күтпеген жерден кемеге кит Паякан шабуыл жасайды. Команданың көп бөлігін өлтіреді, кемеге қатты зақым келтіреді. Осының арқасында Миткаин тайпасы шабуыл жасайды. Адамдар мен аватарлар арасында үлкен соғыс орын алды. Өрмекші достарына көмектесу үшін кеме ішіндегілермен төбелесіп қашып шықты. Нетиям қолға түскен балалардың барлығын құтқарады. Осыдан кейін үш қыз қашып бара жатқанда жауыздар Кириді қолға түсіреді. Ал Кириді құтқаруға барғанда кенже қызы Тукты ұстап алады. Нетиям мен Лоак өрмекшіні құтқарып қалды. Осылайша үшеуі қаша берді. Сонда полковникті шабуыл жасап балаларды атады. Соның кесірінен Нетиям жарақаттанып қалды. Жігітті жағаға шығарды. Өкінішке орай Нетиям өзінің отбасының алдында жан тапсырды. Дәл осы кезде полковник Кворич рация арқылы Джейкқа сенің қыздарың менде, аман алғың келсе, тағы да жалғыз кел дейді. Осыдан кейін Джейк әйелі Нетери екеуі полковниктің көзін жоюға кетті. Алдымен кемеге жасырын мінеді, ал кейін жарылғыш зат тастап көптеген адамның көзін жойды. Содан кейін ортаға түсіп тағы да бірнеше адамды қырады. Осы кезде Нейтериде келіп жау аватарларының көзін жояды. Енді айналада басқа ешкім жоқ. Кворич Кириді кепілге алып Джейкті өлтірмекші. Осыдан кейін өрмекші келіп әкесіне Кириға тиіспе дейді. Дәл осы сәтті пайдаланып Нетери өрмекшіні кепіл ретінде алып Кириді жібер дейді. Ал полковник болса, өлтірсең өлтіре бер, ол менің балам емес. Тіпті ол адам, ал мен аватармын дейді. Сонда Нейтери, менің ұлымды өлтіргенің үшін, мен де сенің ұлыңды өлтірейін деп пышақты енді тығайын деп жатқанда, полковник тоқта деп Кириді босатады. Осылайша Нейтери балаларымен бірге жағаға кетті. Ал Джейк болса, полковникпен төбелесіп кетеді. Осы кезде судың бетінде үлкен от шықты. Соның кесірінен Нейтери балаларымен бірге қайтадан кемеге келді. Ойламаған жерден Тук төменге түсіп кетеді. Ал оны құтқарамын деп Нейтери құлайды. Енді кеме суға батып бара жатыр. Ал батып бара жатқан кеменің ішінде Джейк пен Кворич және Нейтери мен Кири бар. Су астындағы төбелесте Джейк полковникті есін жоғалтқанша тұншықтырды.
Джейкті Луак пен Паякан құтқарады. Ал Кири теңіз жануарларын шақырып, соның арқасында Нейтери мен Токтериді құтқарды. Ал өрмекші болса өзінің әкесінің құлап жатқанын көреді. Алғашында оны тастап кеткісі келді, бірақ та қайтадан ойланып, әкесін өзімен бірге алып шығады. Полковник есін жиғаннан кейін өрмекшіге менімен бірге жүрші дейді. Бірақ та өрмекші қарсы, әкесін жек көреді. Сол үшін де қайтадан Джейктің отбасына оралады. Ал Джейк болса өрмекшіні өзінің баласындай бауырына басты. Үлкен ұлы Нейтиямды жерлегеннен кейін Джейк Танавари мен Роналға Меткайннан кететіні туралы хабарлайды. Алайда Танавари, сен де тайпаның мүшесісің деп оны отбасымен бірге қалуға шақырды. Джейк және оның отбасы ұсынысты қабылдап, теңіздің жағасынан жаңа қоныс жасайды. Ал фильмнің соңында Джейк жерден келген басқыншылармен күресуді жалғастыруға ант береді. Достар, фильм ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетейік. Және де фильм туралы өз ойыңызды жаза кетіңіз. Мен барлық пікірді қалдырмай оқып шығамын. Және де келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.